Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 57-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписация батырмасын басып, жазылып алыңдар, себебі біздің арнамызда сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарын өздерің оқып, үй жұмыстарын жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарай аласыңдар. Сондықтан балалар міндетті түрде подписация батырмасын басып, тіркеліп алыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық, иә? Бірінші біз 24-ші жаттығудан бастаймыз. Өлеңді оқы дейді. Даңқты қалалар. Қалалар бар әлемде тамсандырған халықты. Ол қалалар әр елде несіменен даңқты. Париж Эйфель мұнарасымен, Москва Кремльмен, Вашингтон Ақ үйімен, Афина Акрополімен, Алматы несімен әйгілі. Ескен Елубай дейді. Енді балалар, осының астында сұрақтар берілген, иә, сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, өлеңдегі сұраққа жауап бер дейді. Өлең неліктен даңқты қалалар деп аталған? Суреттегі көріністер не себепті әйгілі екенін дереккөздерден біліп ал дейді. Енді балалар, бірінші бізде өлеңдегі сұраққа жауап бер дейді. Өлеңдегі сұрақ бізде балалар Алматы несімен танымал деп тұр. Яғни балалар, бұл жерде бізде Алматы Қазақстанның ең ірі мегаполисі екен, иә? Ғылыми, білім беру, мәдени, тарихи, экономикалық, қаржылық, банктік және елдің индустриялық орталығы болып табылғандықтан, бұл қала өте танымал екен, иә? Енді келесі бізде балалар, өлеңнің даңқты қалалар аталу себебі, өлеңде осы жерде жазылған, яғни қалалар туралы, яғни ол жер несімен танымал екендігі туралы жазылған, иә? Келесі үшінші балалар бізде Эйфель мұнарасы, яғни суретте бізде Эйфель мұнарасы бейнеленген, иә? Париждің ең танымал сәулеттік туындысы. Келесі бізде Ақ үй бейнеленген екен. Ағылшынша ол The White House болады екен. Вашингтондағы ақш президентінің резиденциясы. Келесі бізде Кремль. Кремль ол бізде ішкі бекініс, орыс қалаларының мұнаралы қабырға қорғанмен қоршалған орталығы екен. Келесі бізде балалар Акрополь, грек тілінде Акрополис үстіңгі қала дегенді білдіреді екен. Ежелгі грек қаласының биікте орналасқан бекіністі бөлігі. Соғыс кезінде тұрғындарға баспана болған қамалы екен. Енді балалар, бізде және де Алматы қаласы бейнеленген, иә? Алматы қаласы таулармен, әдемі мәдени орталықтармен, тарихи жерлермен танымал екен. Келесі бізде балалар 25-ші жаттығу қатесін түзеп жаз дейді. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Оған саяхатшылар көп барады. Сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талда дейді. Енді бірінші балалар біз қатесін түзеп жазып алайық, иә? Бұл жерде балалар қателескені ол Эйфель дегендегі әрпін қарапайым әрпін жазып қойған, иә? Ал негізінде экскаватор дегендегідей әрпі болу керек екен. Яғни Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі, оған саяхатшылар көп барады. Енді балалар, осы сөйлемдерді біз сөйлем мүшесіне талдайық, иә? Бірінші бізде Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Эйфель мұнарасы не? Эйфель мұнарасы не? Қайдағы? Әлемдегі, иә? Ең биік қандай? Бұл бізде тұрлаусыз мүшелер екен. Құрылыстардың бірі не, иә? Яғни зат есімнен жасалған баяндауыш екен, иә? Құрылыстардың бірі деген. Келесі, оған саяхатшылар көп барады. Не істейді? Барады. Кімдер барады? Саяхатшылар. Қайда барады? Немесе неге барады? Оған барады. Оған бізде бұл жерде тұрлаусыз мүше, иә? Қанша барады? Көп барады. Көп сөзі де тұрлаусыз мүшеге жатады екен балалар. Осылай балалар, жазып қойыңдар. Келесі бізде балалар 26-ші жаттығу ойлан тап дейді. Айтыңдаршы ал енді ұлы қорған бар елді. Айтыңдаршы ал енді пирамида бар елді. Жауабыңды жаз дейді. Енді балалар, осы сұрақтарға жауап берейік. Ұлы қорған бар ел, ол бізде Қытай екен, иә? Ал пирамидасы бар ел, ол бізде Египет екен. Осылай балалар, жазып қойыңдар. Келесі бізде 27-ші жаттығу. Төмендегі сөйлем мүшесіне талдау үлгілеріне назар аудар дейді.
Бірінші, сөйлемдердегі қимылды, іс-әрекетті білдіретін сөзді тап дейді. Оған не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарының тиістісін қой дейді. Осы сұрақтарға жауап беретін сөз баяндауыш болады. Баяндауыштың астын екі сызықпен сыз дейді. Яғни балалар, баяндауыш өздерің білетіндей, не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Сол сұрақтарға жауап беретін сөздер, яғни баяндауыштардың астын екі сызықпен сызады екенбіз. Мысалы, отыр, жүрді, сызды деген сияқты. Келесі, екінші, сөйлемдегі қимыл, іс-әрекеттің иесін анықта дейді. Сол сөзге сұрақ қой дейді. Егер ол сөз кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап берсе, онда ол бастауыш болады. Оның астын бір сызықпен сыз дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде бастауыш туралы айтылған екен, Бастауыш, яғни балалар, кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді, өздерің білетіндей. Оның асты бір сызықпен сызылады екен. Мысалға айтатын болсақ, балалар, кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін бастауыштарға. Мысалы, үстел, орындық, немесе ата-ана деген сияқты, олардың асты бір сызықпен сызылады екен. Келесі, сөйлемдегі өзге сөздерге сұрақ қой дейді. Олар сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері болады. Тұрлаусыз мүшелердің астын ирек сызықпен сыз дейді. Балалар, яғни тұрлаусыз мүшелерге бізде қандай, қанша, неше, қалай, сол сияқты кім, не істеді, не қылды деген сияқты. Яғни бастауыш пен баяндауыштың сұрақтарынан басқа сұрақтарға жауап берсе, олар тұрлаусыз мүшелер болады екен. Олардың асты, балалар, бізде ирек сызықпен сызылады екен. Мысалы айтатын болсақ, далада, көшеде, 15-ші деген сияқты бізде тұрлаусыз мүшелер болады екен. Жасыл, қызыл деген сияқты. Төртінші, сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет дейді. Оқушылар саяхатқа шықты, мысалы, оқушылар шықты. Кімдер шықты? Оқушылар не істеді? Оқушылар шықты. Қайда шықты? Саяхатқа шықты. Саяхатқа шықты, яғни саяхатқа не істеді? Шықты, Енді балалар, келесі бізде 28-ші жаттығу. Жоғарыдағы сөйлем мүшелерінің талдау үлгісін басшылыққа алып, төмендегі сөйлемдерді талда дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде 4 сөйлем берілген екен. Біріншісі, ескерткіштер қорғауға алынған. Сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Астана сәулетті құрылысымен ерекшеленеді. Мен өскенде сәулетші болғым келеді. Енді балалар, сендер осы 4 сөйлемді әдемілеп дәптерлеріне көшіріп жазып алыңдар. Енді осы сөйлемдерді талдайық. Бірінші, ескерткіштер қорғауға алынған. Не істеген? Қорғауға алынған. Нелер алынған? Ескерткіштер алынған. Яғни балалар, бұл жерде байланысы бірінші, алынған қорғауға, неге, нелер алынған? Ескерткіштер алынған деп байланысады екен. Келесі, сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Бұл жерде балалар, не істедік? Шақырдық. Баяндауыш. Кімдерді? Сәулетшілерді. Бастауыш. Неге шақырдық? Кездесуге шақырдық. Бізде тұрлаусыз мүше болады екен. Енді бұл сөйлемнің байланысы, балалар, былай болады. Сәулетшілерді шақырдық, және кездесуге шақырдық болады. Келесі, Астана сәулетті құрылысымен ерекшеленеді. Бұл жерде балалар не істейді? Ерекшеленеді. Баяндауыш. Не ерекшеленеді? Астана. Астана немен? Сәулетті құрылысымен. Сәулетті құрылысымен, яғни сәулетті қандай құрылысымен, несімен болады. Бұл сонда бізде балалар тұрлаусыз мүше болады екен. Енді балалар байланысын көрсетейік. Бірінші, бізде Астана ерекшеленеді болады. Несімен? Сәулетті құрылысымен деп екі сөз бірге байланысады. Одан кейін сәулетті құрылысымен ерекшеленеді деп байланысады екен. Келесі, мен өскенде сәулетші болғым келеді. Бұл жерде балалар баяндауыш, сәулетші болғым келеді, Кім сәулетші болғысы келеді? Мен сәулетші болғым келеді. Қашан? Өскенде. Бұл бізде тұрлаусыз мүше екен. Яғни мен сөзі бастауыш, өскенде тұрлаусыз мүше, сәулетші болғым келеді, баяндауыш. Енді осы сөздердің, балалар, біз байланысын көрсетейік. Қалай байланысады? Кім болғым келеді? Сәулетші болғым келеді деп байланысады. Одан кейін қашан болғым келеді? Өскенде болғым келеді, және де мен болғым келеді болып
байланысады екен балалар. Бұл сөйлемдердің байланысын және сөйлем мүшелеріне талдадық, иә балалар? Осылай көрсетіп жазып қойыңдар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде біздің арнамызға подписаться етіңдер. Біздің арнамыздан балалар өздерің іздеген жауаптардың барлығын таба аласыңдар. Және де балалар біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарының толық жауаптарын тауып, іздеп тауып, өздерің түсінбеген тақырыптарды қарап, есептерді бірге шығара аламыз балалар. Балалар, сендерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.